Hi guys, бұл біздің ағылшын тілін үйренуге арналған кезекті 7-ші сабағымыз. Сабақты бастамас бұрын сенен өтініш лайк басып, комментарий қалдырып кет. Ендеше кеттік. Бүгінгі сөйлем бізде өткен сабақты кішкене еске алып кетейік. Біз айттық, что мынау O, CH, SH пен аяқталса, ес жалғаймыз дедік. Егер Y мен аяқталса, оған Y-ымыз I-ға айналып кетіп, ес жалғаймыз дедік. Екі етістіктің арасына to қоямыз дедік. Енді кеттік. Бүгінгі сабақ бізде айтады. Осы сабақ қызықты көрінеді деді. Осы дегеніміз, осы, анау, мынау деп айтатынымыз біз ағылшын тілінде this деп айтамыз. This дегеніміз, осы. Сабақ, lesson, көрінеді деген seem. Оған біз s жалғаймыз. Почему? Потому что біз осы сабақ дегеніміз, ол үшінші жақта ол деп айтып тұрмыз ғой, ол болғаннан кейін біз оған s жалған жалғаймыз. This lesson seems interesting. Осы сабақ қызықты көрінеді. This lesson seems interesting. Now, this дегеніміз жалпы бір ғана зат туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, lesson деп бір ғана сабақ туралы айтып отырмыз ғой. Ал келесі мысалда бізге айтады, осы сабақтар өте пайдаланып көрінеді. Яғни бұл жерде сабақтар деп біз көпше түрге айналдырып жатырмыз. Енді бұл жерде біз these деп айтамыз. These и lessons деп уже көпше түрге айналдырамыз. These lessons көрінеді. Seem қандай? Өте пайдалы. Very useful. Useful дегеніміз пайдалы. Жаңа сөздердің барлығын жазып, жаттап аламыз, хорошо? Так, this, мынау бір ғана затқа пайдаланатын, ол бізде this деп айтылады, ал мынау these деп созылып айтады. These lessons seem very useful. Почему мына жерге seem-ға s жалғамаймыз? Потому что біз көпше түрмен s жалғамаймыз. Естеріңізде болса, Осы сабақ маған көмектесті. Осы сабақ. Айтайық. This lesson helps дейміз, потому что бір ғана сабақты айтып отырмыз. Helps маған, me. This lesson helps me. Осы сабақ маған көмектесті. Осы сабақтар маған көмектесті. Так, көмектесті. Так, осы сабақтар. These lessons help me. Сенің сабақтарың шынымен көмектеседі дейді. Так. Сенің дегеніміз біз your деп айтамыз. Яғни you дегенді біз сен десек, your дегеніміз ол уже сенің болады. Сенің сабақтарың, your lessons шынымен де really көмектеседі. Help. Your lessons really help. Менің ағам осыны қалайды. Менің ағам. Біз мен дегенді I десек, менің деген бізде my болады. My ағам, my brother қалайды. Wants осыны, it. Почему wants? Потому что менің ағам кім? Ол. Үшінші жақта тұр, и біз оған s-ті қоямыз. Менің әпкем осында тұрады. My sister lives here. Менің әпкем осында тұрады. My sister lives here. Почему? Потому что s жалғаймыз. Потому что my sister дегеніміз кім? Ол. Ол she, үшінші жаққа кіреді. Менің ата-анам осыны біледі. My ата-ана. Parents біледі. Know it. Осыны. Почему мына жерге know-ға s жалғамаймыз? Потому что parents, ата-ана деген ол уже көпше түрде біз етістікке еш нәрсе жалғамаймыз. Менің досымның машинасы бар. Менің досым. My friend бар. Has болады. Потому что my friend дегеніміз ол үшінші жақта тұр ғой, ол деп айтамыз. My friend, ода бар. Has a car. Менің досымның машинасы бар. Кеттік айтайықында. Осы сабақтар қызықты көрінеді. This lesson seems interesting. Осы сабақтар өте пайдалы көрінеді. This lesson seems very useful. Осы сабақ маған көмектеседі. This lesson helps me.
Осы сабақтар маған көмектеседі. Осы сабақтар деп айтып жатырмыз, иә. These lessons help me. Сенің сабақтарың шынымен көмектеседі. Your lessons really help. Менің ағам осыны қалайды. My brother wants it. Менің әпкем осында тұрады. My sister lives here. Менің ата-анам осыны біледі. My parents know it. Менің досымның машинасы бар. My friends has a car. Так. Қайсына келдік біз? Келесіне кеттік. Менің бастығым бәрін біледі. Так, менің, my. Міне, мына жерде қараңыздар. I дегеніміз, I мен болса, менің деген my. You, сен, сіз, сендер болса, сенің, сіздердің, сендердің your. He, ол, оның деп ол балаға his дейміз. She, ол қызға, оның деп қыз балаға her деп айтамыз. It, ол, жансыз заттар мен жануарларға, its дегеніміз оның деген сөз, иә. Менің бастығым бәрін білдіреді. My бастық, boss, бәрін біледі, knows, бәрін, everything. My boss knows everything. Now, everything дегеніміз, прям, все деген, бәрін біледі деген сөз. Етістікке шалғаймыз, потому что my boss, ол үшінші жақта тұр, иә. Так, менің бастығым әдетте барлық документтерді оқиды. Кеттік. Менің бастығым. My boss. Әдетте. Usually оқиды. Reads. Мына жерде қараңыздар. Егер де біз бәрін біледі деп жалпылама бәрін дейтін болсақ, ары қарай айтпайтын болсақ, просто бәрін біледі и все дейтін болсақ, біз онда everything қолданамыз. Ал егер барлық документтерді дейтін болсақ, онда біз all documents деп айтамыз. Почему all documents? Потому что allдан кейін әдетте бізде нені білетіндігін нақтылау керек біз. Сөз келу керек артында, хорошо? My boss usually reads all documents. Менің бастығым әдетте барлық ақпарат тексереді. My boss әдетте usually тексеру check S жалғаймыз checks барлық документтерді, барлық не еді ақпараттар all the information. My boss usually checks all the information. Мен барлығын түсінемін. I түсінемін. Understand. Барлығын. Айтып атқан жоқ біз не нәрсені екенін. Значит, біз бұл жерде allды қолданмаймыз, everything дегенді қолданамыз. I understand everything. Оның компаниясы бар. He has a company. Так, оның компаниясының табысы сондай үлкен көрінеді. Яғни мына жерде оның дегенде біз компания деген вообще жақшада деп есептеңіз, иә. Компанияның деген. Яғни компания ол жансыз болған кейін біз оны айтамыз its дейміз. Табысы, иә, табысы дегеніміз, яғни бізде profit болады. It's profit көрінеді. Seems қандай көрінеді? Сондай үлкен, so big. Қайталап шығайық. Менің бастығым бәрін біледі. My boss knows everything. Менің бастығым әдетте барлық документтерді оқиды. My boss usually reads all documents. Менің бастығым әдетте барлық ақпарат тексереді. My boss usually checks all the information. Мен барлығын түсінемін. I understand everything. Оның компаниясы бар. He has a company. Оның компанияның табысы сондай үлкен көрінеді. Its profit seems so big. Profit деген табысы, жаңа сөздерді жаттап алыңыздар, жазып жаттауды ұмытпаңыздар. Кеттік. Біздің мамамыз тура солай ойлайды. Енді қараңыздар.
Біз дегеніміз we болса, біздің our. They дегеніміз олар, олардың their. You дегеніміз сен, сіздер, сендер, your, сендердің, сіздердің дегенді білдіреді. Енді айтамыз, біздің мамамыз. Кеттік. Our mother. Тура солай ойлайды. Ойлау. Think. Оған іс жалғаймыз, потому что біздің мамамыз деп айтып жатырмыз. Things. Тура солай дегеніміз the same. Same деген как бы одинаково дегенді білдіреді. Our mother thinks the same. Олардың ойлары қызықты көрінеді дейді. Олардың their ойлары ideas көрінеді. Seem қызықты. Сондай қызықты. So interesting. Яғни their ideas seem so interesting. Оның әкесінің машинасы бар. Допустим, бір баланыкын айтайық. His father has a car. Почему has-ды қолданамыз? Потому что бізде бұл his father дегеніміз ол, оның әкесі ол деп айтқан кезде біз has-ды қолданамыз. Оның анасының машинасы бар. Қызды айтайық. Her mother has машинасы. A car. Оның інісі жиі оны айтады дейді. Оның інісі жиі оны айтады. Оның, ол балаға айтайық, допустим. His інісі. Brother. Айтады. Say, оған S жалғаймыз. Says, бұл жерде жай ғана S жалғанасады, потому что Y-дың алдында бізде A дауыстары тұр. His brother says, жиі деп айтып тұр. His brother often says it. Осыны айтады. Давай тексеріп шығайық. Біздің мамамыз тура солай ойлайды. Our mother thinks the same. Олардың ойлары сондай қызықты көрінеді. Their ideas seem so interesting. His father has a car. Оның әкесінің машинасы бар. Оның анасының машинасы бар. Her mother has a car. Оның інісі жиі оны айтады. His brother often says it. Кеттік келесі. Менің әпкем сондай бақытты. Менің. My әпкем. Sister. Бақытты сезінеді, Feels дейміз. So happy. Менің әпкем сондай бақытты сезінеді. My sister feels so happy. Келесі. Менің анам мені өте жақсы көреді. My mother жақсы көреді. Loves me. Мені өте қатты. Very much. My mother loves me very much. Менің әкем мені өте қатты жақсы көреді. My father жақсы көреді. Loves me very much. Менің анам мені әрдайым қолдайды. My mother қолдау дегеніміз не істейді? Әрдайым деп айтады бірінші. Always қолдау. Support. My mother always supports me. Мен әрқашан менің досымды қолдаймын дейді. Мен әрқашан менің досымды қолдаймын. I support. I always мен әрқашан екен ғой. I always support. Мен әрқашан менің досымды. My
friend. I will support my friend. Так. Одан кейін менің достарым кейде осыны айтады. Менің достарым, my достарым. Достарым деп көшірді кетеді. Friends, my friends. Кейде, sometimes айтады. Say it. Енді қараңыздар, мына жерде say-ға біз ешнәрсе жалғамаймыз. Почему? Потому что бізде my friends көпше түрде айтып жатырмыз, иә. Менің әпкем сондай бақытты сезінеді. My sister feels so happy. Менің анам мені өте жақсы көреді. My mother loves me so very much. Менің әкем мені өте қатты жақсы көреді. My father loves me very much. Менің анам мені әрдайым қолдайды. My mother always supports me. Мен әрқашан менің досымды қолдаймын. I always support my friend. Менің достарым кейде осыны айтады. My friends sometimes say it. Ары қарай кеттік. Так. Менің жақын досым әрқашан маған көмектеседі. Так, кеттік. Менің жақын досым. My жақын деген самый лучший, my best friend. My best friend әрқашан. Always не істейді, көмектеседі. Helps. Кімге? Маған. My best friend always helps me. Менің досым әрқашан маған көмектеседі. Менің мұғалім әдетте жұмысқа келеді. Так, my teacher әдетте. Usually келу. Comes. Потому что S жалғаймыз. Come деген келу, оған S жалғаймыз. Потому что my teacher деген ол үшінші жақта ол деп айтып жатырмыз. My teacher usually comes to work. Одан кейін кеттік. Менің ағам әдетте үйге кеш келеді. My brother әдетте. Usually, обычно, usually келеді. Comes. Қайда келеді? Home. Не деп айттық? Әдетте үйге кеш келеді. Comes home. Кеш келеді. Кеш дегеніміз late. Late. My brother usually comes home late. Менің әкем әдетте үйге ерте келеді. My father usually comes home early. Early дегеніміз ерте. Early ерте, кеш late екеуі қарама-қарсы сөздер. Енді қайталап шығайық. Менің жақын досым әрқашан маған көмектеседі. My best friend always helps me. Почему helps дейміз? Потому что жақын дос бір адам туралы айтып жатырмыз, үшінші жақта, иә. Менің мұғалім әдетте жұмысқа келеді. My teacher usually comes to work. Come дегеніміз келу. Қайда? Жұмысқа келу. Менің ағам әдетте үйге кеш келеді. My brother usually comes home late. Так. Менің әкем әдетте әдетте үйге ерте келеді. My father usually comes home early. Яғни үйде кеш, ерте деген ол сөйлемнің соңында келеді. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мне будет очень приятно. И каналға тіркеліп алыңыздар. Бүгінге осы видеоны бірнеше рет қайталап көруге тырысыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.